Біздің мемлекеттік денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-25 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша біздің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 19 индикаторға қол жеткізілді. Оның екі индикаторы сәуір айында 2021 жылда белгілі болады, және 3 индикаторға қол жеткізбедік. Ол ана мен бала өлімі, содан дәрігерлердің жалақысы бойынша, және де үшінші ол дәрігерлердің жалақысы, медициналық техникамен жабдықталу бойынша индикаторы. Ана мен бала өлу индикаторын айтсақ, ол біреуі қатерлі ісік бойынша, біреуі қатерлі ісік бойынша, біреуі қан тамырлар ауруына байланысты, және үшеуі қалғандары ол коронавирус ауруына байланысты. Енді медициналық техникамен жабдықтау туралы айта кетсек, ол жерде бізде біздің денсаулық сақтау басқармасына бағынатын медициналық ұйымдардың медициналық техникасы ол 100% болып саналады. Бізге бағынбайтын медициналық саладағы үкіметтен государственный заказ алған медициналық ұйымдар ол барлығын біздің медициналық ұйымдармен есептегенде жабдықтау техникасы ол 100% болып есептелмейді. Сол себептен бізде бұл көрсеткішке қол жеткен жоқпыз. Ал үшінші медициналық жалақы бойынша айта кетсек, ол жаз кезінде, былтыр коронавирус кезінде көптеген дәрігерлер дистанциялық формат түрінде жұмыс жасады. Сол кезінде бізде тек қана өздерінің жалақысын алып отырды. Ол кезде қосымша төлемақылар болмады. Қазіргі кезде медициналық көмек сапасын тиімді басқару моделін әзірлеу үшін 2020-2025 жылдарға арналған жол картасы әзірленген. Ол жол картасында бізде медициналық көмекте шетелде дәрігерлер шақыртып, мастер-класстарды өткізу, дәрігерлердің арасында тренингтарды өткіземіз. Операция сондай керек кезде жаңадан жаңа технологияларды қолданамыз, штаттан тыс бас мамандарды шақыртамыз, консультациялық көмек беру үшін, әлде ота жасау кезінде көмектесіп, жаңадан ұсыныстар беру үшін. Содан біздің мамандардың біліктілігін арттыру үшін дәрігерлерді шетелдерге жібереміз, оқытып, өздерінің біліктілігін арттыру үшін. Содан бізде тағыда 109 деген Айкөмек деген службамыз бар. Ол жерге халықтан келіп түскен өтініштер бар. Сол өтініштерді қарастырамыз. Қазіргі кезде мысалы айта кетсек, вакцинацияға қатысты іс-шаралар өтіліп жатыр. Бұл жерде мысалы халыққа деген ыңғайтылып, бізде науқас әр адам өзінің тіркелген емханасына келіп, дәрігердің кеңесін алып, ары қарай вакцинаға жіберіледі. Вакцина алған соң оны біздің дәрігерлер онлайн түрде қадағалай алады. Әлде өздері келсе де өздеріне арналған дәрігерлердің кабинеттері бар, өшіретсіз қарайды. Бізде мысалы 3 күн бойы вакцина алғасын звондап тұрады, видео арқылы мысалы хабарласып тұрады. Содан бізде коронавирусқа байланысты мобильді топтар бар. Мобильді топтар ол әр үйде мысалы коронавируспен ауырған науқас табылса, мобильді топ шығып, сол жерде ыңғайлатып анализ ала алады коронавирусқа, ПЦР тестін, әлде қан ала алады, немесе дәрігердің кеңесін бере алады, дәрілерін үйіне алып кеп бере алады. Сондай сияқты іс-шаралар бар мысалы. Вакцинацияға оралып айтсақ қайта, ол жерде
вакцина алған соң базаға енгізіледі, вакцина алды деген. Сол вакцинадан кейін ол науқас кейін шетелге басқа жаққа шығып жатса, сол Дамумед арқылы приложениесінде көре алады. Бұл пациент вакцина алды деген сияқты осындай іс-шаралар жүргізілген. Мемлекеттік бағдарлама бойынша осы тұрғындардың өзінің денсаулығына көңіл бөлу керек қой. Назар аудару сияқты жаңағы поликлиникалар жан-жақты науқастарға көмек көрсету ретінде бағдарлама әзірленген ғой. Мысалы бізде айта кетсек, тұзды, қантты біздің халық көп қолданады. Ол көбісі білмейді. Мысалы тұзды көп мөлшерде қолдансақ, ол адам ағзасына зиян әсерін тигізетін, қан тамырлар ауруына алып келуі мүмкін, қант диабеті ауруына алып келуі мүмкін. Ұсыныстар әзірленіп жатыр. Халыққа осындай аз мөлшерде жаңағы қолдануға, денсаулығына назар аударып, дұрыс тамақтанып, физкультурамен айналысу деген сияқтыларды ұсыныстар жасалынады. Цифровизацияны айта кетсек, бізде мысалы Дамумед деген программамыз бар. Ол Дамумедте бұрынғыдай дәрігерлер қолмен жаңағы история болезнен қолмен жазушы еді, анализдарды қолмен жазып, әрден науқастарға өзінің анализдерінің қорытындысы керек болса, сол үшін қайтадан да өз дәрігеріне келіп жүгіну керек болатын. Қазіргі кезде сол информационный системаға келе тоқтасақ, дәрігер оны базаға енгізеді, қарауын. Егер ол ауруханада жатса, қандай ем алып жатса, ол да дәрігерге, мысалы өзінің поликлиникадағы дәрігеріне келіп түседі, көре алады. Науқастың өзі де жаңағы Дамумедті өзінің мобильді телефондарына алып, сол жерден өзінің анализдарын, больницада жатып шыққан мысалы диагноздарын көре алады, қандай да мамандардың кеңесін көре алады. Сондай сияқты. Сосын жаңағы справкалар бар ғой, 086, 083 деген сияқты, эпидокружение деген сияқты справкаларды мысалы QR-код арқылы QR-код енгізілген сол справкаларға. Ол науқастардың жаңағы заңды түрде алған ба ол справкаларды, әлде заңсыз түрде алған ба, сол QR-код арқылы білсе болады. Әр справкада сондай QR-кодтар бар. Содан мысалы жаңа вакцинацияны айтып жатырмыз, информационная система вакцинация деген бар. Сол жерге әр науқас вакцина алып жатса, өзі енгізіледі. Аэропорт болсын, әлде басқа жерде сұрап жатса, ол жаңағы соткасында сол приложениені ашады, мобильді көрсетеді. Ол науқас вакцинация алды деген сияқты. Содан бізде айта кетсек, жаңа компьютерлармен, басқа да мынандай видеозвонок, аудиозвонок, коронавирус кезінде мысалы, ол сондай да бір қалай айтса, сондай да бір жан-жақты қарастырылған мәселе ғой. Ол бізде 100%-ді барлық поликлиникаларымызда, ауруханаларымызда 100%-ді бәрі бар, жеткілікті осы кезде. Содан мысалы үйге дәрігер шақырғың келсе, ауырып қалса үйде біреу, сол мобильді топтан вызов врача деген, үйге дәрігер шақыру деген кнопка бар, соны басып, өзі автоматты түрде емханаға түседі, дәрігер өзінің науқасына шақырған жеріне сол күні келіп жетеді. Әлде дәрілер керек болса, мысалы, егер сізде бұрын телефон шалып регистратураға звондап жатсаңыз, ол қазір қажет емес. Сол мобильді топтағы, мобильный приложениені ашып, дәрігерге қай уақытта, қай күні сізге мысалы ыңғайлы, сол уақытқа жазылып бара берсеңіз болады. Мәселеге тоқталып кетсек, мысалы бізде енді қазір осы пандемияға қарасты түрлі
түрлі ұсыныстар бар ғой. Мысалы поликлиникаларымызда жақсы качественно дейміз ғой, медициналық көмек пациенттерге беру үшін фильтр кабинеттері орнатқанбыз. Фильтрде мысалы адам дене қызуы көтеріліп, басқа да ауру болса, жаңағы фильтр кабинетке барады, сол жерде ыңғайлатып өшіретсіз жаңағы дәрігерге жазылушысыз, науқастарды қарап, ем шараларын жасап, керек жағдайда анализдерға беру, мысалы жаңағы ертерек басында айтып кеткен мобильді топ жайлы, мысалы айта кетсек, керекті кезде үйлеріне науқасқа жіберіп, жаңағы ПЦР тестін алып, дәрілісін апарып, ем шаралар тоже жасау мүмкін. Содан мысалы мобильді приложениялар сияқты неше түрлі, жаңа айта кеттім, сол ыңғайлы. Содан бізде мысалы вакцинация жайлы, жаңа басында айтып кеткендей, жаңағы неден звондап, видео обзвон, аудио обзвон сияқтылар ыңғайлатып жасалынған. Тағы да айта кетсек, бұл жайлы мысалы әр адам Фейсбукқа, Инстаграмға деген сияқты, немесе денсаулық сақтау басқармасына, әкімшілікке хаттар жазып, өзінің ұсыныстарын айтқан жағдайда біз деген дер кезінде қарастырып, сол мәселені шешу үшін жаңа пландар, алгоритм дейміз ғой, сондай сияқтыларды құрып, дер кезінде жауап беруге тырысамыз, көмектесуге тырысамыз. Сондай сияқты мәселелер жасалынып жатыр.